санның бөлігін және бөлігі бойынша санды табу. Бұл бізде 3-ші тоқсанның 1-ші тақырыбы. Яғни бірінші сан берілсе, соның бөлігін табамыз, немесе бөлігі берілсе, сол бойынша сан табамыз. Енді қазір екеуінің айырмашылығын айтайын. Мысалға бізге дүкенге 50 килограмм картоп әкелінді делік. Сатушы оның 5-тен 3 бөлігін сатты. Бірақ сендерге мынанша килограмм сатты деп тұрған жоқ, 5-тен 3 бөлігін сатты деп тұр. Яғни бізде сан беріліп тұр, 50 килограмм деген сан берілген ғой, 50 килограмм картоп берілді. Және оның бөлігін айтып тұр, 5-тен 3-ін сатты деп тұр. Бірақ қанша сатқанын айтып тұрған жоқ. Демек, біздер оны табуымыз керек. Бізде мынандай екі ережені есімізге сақтап алуымыз керек. Санның бөлігін табу үшін біздер арасына көбейту қоямыз. Көбейту қоямыз да есептейміз. Сонда бізде 50 менен 5-тен 3-тің ортасына көбейту қоямыз да 50 мен 5 қысқарады. 5-ті 5-ке бөлсең 1, 50-ді 5-ке бөлсең 10. Сонда 10-ды 3-ке көбейтсек 30. Бөлімінде 1 қалды. Сонда жауап бізде 30 килограмм болды. Яғни мына санның бөлігін тауып тұрмыз. Мына 50 килограмм бізде сан еді. Оның 5-тен 3-ін сатты деп бізге айтып тұр. Бірақ біз оның қандай сан екенін білмейміз, пока қанша килограмм сатқан. Сонда біздер оны арасына көбейту қойдық та 30 килограмм сатқанын тауып алдық. Яғни санның бөлігін таптық. Енді келесі бізде бөлігі бойынша сан табу. Бізге есепте былай деу мүмкін. Сатушы 40 килограмм сатты. Бірақ ол басында қанша килограмм болғанын айтқан жоқ, бірінші сатқанын айтып тұр. Бірақ барлығын айтып тұрған жоқ. Сонда былай деп тұр. Ол барлық картоптың 5-тен 4 бөлігі еді. Бөлігі. Сонда 5-тен 4 бөлігін сатты. Ол бізде 40 килограмм, ал барлығы қанша еді деген сұрақ болса, біз оны сондай табуымыз керек болса, онда керісінше мына бөлігі беріліп тұр. Және санды табуымыз керек. Сан бізде барлығы болып тұр ғой. Бөлігі бойынша сан табу үшін бізде арасына енді көбейтеміз, бөлу қоямыз. Сонда жай ғана 40-ты бөле саламыз 5-тен 4-ке. Тең 40-ты бөлудің орнына көбейту қоямыз да 5 пен 4-тің орнына ауыстырушы едік. Қайттан 40 пен 4 қысқарады. Яғни 4-4-ке бөлсең 1 болады, 44-ке бөлсең 10 болады. 10-ды 5-ке бөлсек 50 болады. Астында 1 жазбай қойын. Сонда бізде басында қанша килограмм екенін таптық. Яғни санды таптық. Мына бөлігі. Мен мына жерге былай жазып қойын, сендерге түсінікті болу үшін. Мына бізде сан, мынау бөлігі. Енді қараңдар. Сан көп пе, әлде бөлігі көп пе? Мысалға біздер 50 килограмм алып келген кезде, оның 5-тен 3 сатқан кезде біздер одан да көп картоп сата алмаймыз ғой. Яғни бөлігін тапқан кезде біздер азырақ сан табуымыз керек. Егер сендерге ойланыңдар да, мысалға 5-тен 3-ін сатты деп тұр ғой. Сендер оны егер байқамай бөліп қоятын болсаңдар, онда көп сан шығып кетеді да. Сонда сендер 50 килограмм картоптың мысалға 60-ын сата алмайсыңдар ғой. Сол сияқты. Санның бөлігін тапқан кезде әрқашан аз сан шығады. Мен мына жерге былай жазып қойын. Аз сан шығады деп қойын. Ал енді мына жерде 40 килограмм сатып тұр, бірақ бізге барлығын табу керек. Енді біздер 40 килограмм сатқаны көп бола ма, әлде барлығы көп бола ма деген сөз ғой. Әрине барлығы көп болады. Яғни бөлігі бойынша сан тапқан кезде бұл жақта көбірек сан шығу керек. Көбірек деймін, көп сан шығады. Енді мен тағы бір мысал келтірейін. Мынаның астын сызып қойын. Мысалға бізге мынандай есеп берілсін. Мысалға кітаптың
мен ортаға жазайын да, сендер өздерің ойланып көріңдер. Мына бойынша есептейміз бе, әлде мына бойынша есептейміз бе? Мысалға бізге кітаптың 250 бетін оқыдым делік. Мысалы, мен кітаптың 250 бетін оқыдым. Бірақ бұл барлық кітаптың 4-тен 1-і ғана. 4-тен 1 демен, 4-тен мысалы 7-ден 5-і ғана дейінші. Мен 250 бет кітаптың 250 бетін оқыдым. Бұл бізде барлық кітаптың 7-тен 5-і ғана. Сонда кітаптың өзі қанша? Біздер енді мына жаққа қоямыз ба, әлде мына жаққа қоямыз ба? Өздерің бірінші ойланып көріңдер, одан кейін барып тұрып мені тыңдаңдар. 250 бетін оқыдым. Бұл қазірше 7-тен 5 ғана. Яғни мен әлі барлығын оқып біткен жоқпын. Мен қазірше 7-тен 5 ғана оқыдым. Сонда біздің барлық беті көбірек сан шығу керек па, әлде азырақ сан шығу керек па? 250-ден көп шығу керек па, аз сан шығу керек па? Енді мен 250 бетін уже оқытсам, әлі оқуым керек деген сөз ғой. Демек, көбірек сан шығу керек. Көп сан шығу үшін біздер бөлеміз. Сонда 250-ді бөлеміз 7-ден 5-ке. Сонда бізде 250-ді бөлудің орнына көбейту қоямыз да, 5 пен 7-дің орнына ауыстырамыз. Тең. Енді 250 мен 5 қысқарады. Мына жақта 50 қалады. 50-ді 7-ге көбейтсең 350. Астындағы 1-ді жазбай қойдым. Демек, бізде кітаптың өзі 350 бет. Мен оның 7-тен 5-ін оқыған болсам, демек 250 бет оқыған боламын. Сонда сендер егерде есептің шарты мысалға санның бөлігін табуға келіп тұр ма, әлде бөлігі бойынша сан табуға келіп тұр ма деген ой келетін болса, екеуінің айырмашылығын түсінбесеңдер, онда сендер былай ойлауларың керек. Мен қазір көп сан табуым керек па, әлде аз сан шығу керек па маған деп ше. Сонда бірден мысалы аз сан шығу үшін сендер көбейтулер керек, чтобы қысқарып кету үшін, көп сан шығу үшін сендер керісінше бөлулерің керек. Соны ұштастырмауларың керек.